Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мен тарих пәнінің мұғалімі Төлеспаева Ғалия Аманқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Оғыз мемлекеті. Бүгінгі сабақта білетініміз Оғыз мемлекетінің құрылуын, оғыздардың саяси жағдайын, кәсібі мен қолөнері, қағанаттың ыдырауы. Бүгінгі сабақта меңгеретініміз мемлекеттің этникалық құрамы, қоғамдық құрылысы жайлы мәліметтер аламыз. Оғыздардың сыртқы саясаты және шаруашылығын білесіңдер. Оғыз мемлекетін ыдырау себептерін анықтайсыңдар. Яғни, біздің зерттеу сұрағына келетін болсақ, Қазақстанның орта ғасырлар тарихында Оғыз мемлекетінің алатын орны қандай деген сұраққа, Оғыз мемлекеті 9-11 ғасырларда Қазақстанның оңтүстік батысында Сырдария өзенінің төменгі ағысы мен Арал теңізінің маңында орналасқан. Оның астанасы Янгенкент. Бұл мемлекет түрлі тайпалардың бірі оғыздардың бірігуінен құрылып, саяси, әскери және экономикалық жағынан дамыған. Оғыз мемлекетінің тарихи маңызы түркі халықтарының қалыптасуын үлес қосты. Ұлы жібек жолының бойында қалалар арқылы сауда жақсы дамыды. Жент, сығанақ қалаларында. Әдебиетте және шежірелерде із қалған, мысалы Оғызнама. Оғыз мемлекеті Қазақстанның ерте орта ғасырлардағы тарихында маңызды рөл атқарған ірі мемлекеттердің бірі. Оның тарихи түркі мемлекеттерінің дамуына зор үлес қосқан. Оғызнама дастанында жырланған Оғызхан есімді тарихи тұлға 6 ғасырдан бастап белгілі. Ежелгі Қытай жылнамаларында Оғыздар Угу деген атпен белгілі болған. Оғыз мемлекетінің құрылуы оңтүстік Қазақстанның жерінде, әсіресе Ыстықкөл мен Шудың орта бойында Қырғыз, Қыпшақ, Оғыз, Яғма, Чігіл, Имек сияқты түрік тілдес тайпалары қатар өмір сүргені белгілі. 9-10 ғасырларда Оғыз тайпаларының ежелгі феодалдық мемлекеттер қалыптасты. 10 ғасырда Оғыз мемлекетінің астанасы Янгенкент және Жаңа Грузия деп аталатын қала болған. Негізгі мәліметтер Оғызнама түркі халықтарының ежелгі әдеби мұрасы. Оғызхан елді біріктірген әділ әрі батыл билеуші ретінде суреттеледі. Ол түркі тайпаларының бірі тудың астына жинап, қуатты мемлекет құрған. Жырда тарихи оқиғалармен қатар аңыз ертегілер элементтерде бар болған. Оғыздардың этникалық құрамы. Қытай деректері Баяннұр, Язғыр, Имур, Қарабұлақ, Тұттырқа және тағы басқа тайпалар туралы айтылады. Махмұд Қашғари Оғыздар 24 тайпадан құралған деп көрсетілген. Әл-Марвази деректері Оғыздар 12 тайпадан тұрады деп жазған. Араб деректері қимақ тайпаларының бір бөлігі Оғыздарға қосылғанын баяндайды. Оғыз тайпаларының құрамы әр дерек көзде әртүрлі көрсетілгенмен, барлығы да олардың этникалық жағынан күрделі бірнеше тайпадан құралған дәлелдейді. Оғыздардың саяси жағдайы, сыртқы саясаты. Саяси жағдайы Оғыз мемлекеттерінің өзінің саяси және әлеуметтік тұрмысы жағынан көне феодалдық мемлекет, жабғы атты бар жоғарғы билеуші Оғыз мемлекетінің басшысы болып саналады. Сыртқы саясаты Оғыз билеушілерінің сыртқы саясатының басты екі мақсаты болған. Шаруашылығы 4 түлік мал ұстанған, қаракөл, қой, жылқы, өркешті ірі түйе тұқымдар өсірілген. Олардың қысқы жайылымдары Сырдың орта және төменгі ағысында Арал теңізінің жағалауында болған, ал жазда Каспий теңізінің даласында. Арық, тоғандар қазып, суармалы егін шаруашылығымен айналысқан. Жаркент, Жент, Жуара, Қарнақ, Сүнкент, Фарап, Сығанақ, Сауран қалаларында арық тоғандардың іздері табылған. Мал өнімдерінен өңдеп, құрал жабдықтар, қару-жарақ, тұрмысқа қажетті бұйымдар жасаған. Малдың терісінен аяқ киім, ыдыс, ат әбіздері, торсық секілді бұйымдар жасалған. Ал малдың жүнінен киім, киіз, текемет, кілем сияқты тағы да басқа шаруаға қажетті бұйымдар дайындаған.
Оғыз мемлекетінің әлсіреу себептері мен ыдырауы. Селжұқтармен соғыста Шахмәлік қаза табады. Бұл билікке, таласқа жаңа алып келген екен. Ішкі тартыс. Олар билік үшін талас болған, Оғыз мемлекетін әлсіретеді. Қыпшақ тайпаларының шабуылдары. Қыпшақ тайпалары Оғыздарға уақ шабуыл жасайды. Ыдырауы. 11 ғасырдың ортасында Оғыз мемлекеті бір жола құлайды. Оның орнына Қыпшақ мемлекеті құрылады. Міне балдар, бүгінгі сабағымызда осымен аяқтаймыз. Осы сабақ тақырып бойынша сендерге тест беріледі. Сол тестті орындап маған жібересіңдер.